Наурыз мейрамын тойлау 10 күндік аясында кітапханасын дамыту, библиография және типология бөлімі Жоралғы күніне арналған ақпараттық бейнені назарларыңызға ұсынамыз. Қазақтың ең бір кәделі тойларының бірі қыз ұзату. Қыз баласын құрметтеп, оң жақтан орын беретін халықпыз. Балиғат жасына толған соң аялы алақанда мәпелеп өсірген, аяулы бойжеткеннің де ұзатылар уақыты келеді. Енді ежелден келе жатқан салт дәстүрге сүйенсек, қызының ұшқан ұядан ұзап кетуіне анасы әу бастан дайындалып, жасауын реттеп, сәукелесін дайындаса, әкесі тойдың қамына кіріседі. Қыз жасауына аса мән берген. Ол зергерлік бұйымдар, кілем, текемет, сәукеле, қымбатты киімдер, ыдыс-аяқ, тағы басқа заттардан құрылады. Тіпті қыз жасауы берген қалың малдың бағасынан да артады. Сырға салу ертеден келе жатқан дәстүр. Көбіне текті жердің қызына өзгелер құда түсіп алып кетпесін деп, алдын ала сырға таққан. Қызға сырға тақпас бұрын оның ата-анасының рұқсатын алады. Кейде жақсы араласатын достар, ұл қыздары бесікте жатқан кезінде құда болысып, сырға тағып, айттырып қоятын. Сырға тағылған қыз қалыңдық аталып, оны кейін бой жетіп, жігіт жақ қалың малын төлеп алып кеткенше, ата-анасы қатты қадағалаған. Мұнда да үлкен тәрбиелік мән бар. Сырға таққан қыздың басы бос емес екенін өзгелер білу үшін ерекшелеп алтын салған. Сырға салып кеткен қызды құдалар алып кетуге барғанда, осы елде біздің алтынымыз бар еді, соған келдік деп қалыңдықты алтынға теңейтін. Кейде сырғаның орнына қызға үкі таққан. Сондықтан да үкілі бөрікті тек қалыңдықтар ғана киген. Жігіттер бір күндегі үкісін қарап, қызға құда түсіп қойғанын сезетін. Сыңсу қыз танысуда айтылатын ұзатылар қыздың әні. Еркелетіп өсірген ата-анасын өз үйіндегі бақытты шағын, ол күндердің артта қалып жатқанын, өскен үйінен ұзап кететін әнге қосып, өзін ұмытпай, сағындырмай еске алып, келіп тұруларын туыстарына сыңсу арқылы әнмен жеткізетін өте әдемі көрініс. Ұзатылатын қыздың басына сәукеле киер сәтте жақындайды. Отауға құда-құдағи тегіс шақырылады. Олар көрімдік атайды. Онан соң анасы қызының оң жақтағы үкілі тақиясының орнына сәукеле кигізіп, енесінен байғаз алады. Той тарап бір күннен кейін үлкендердің ақ батасын алып, қыз өз босағасынан аттанатын кез келеді. Бұл күні күйеу ең артынан шығып, қайын жұртының босағасына бір шапан іліп кетеді. Бұл күйеу жігіттің осы үйдің мен де бір ұлымын, босағасынан қол үзбеймін, ыстық суығына да осынан табыламын деген ишараты. Мұны босағаға ілу немесе су шапан деп атайды. Осылай қыз баланың балалық бал дәурені артта қалып, жұбымен бірге жаңа өмірге аяқ басады. Құтты болсын ақ қадамың, келін болу жолы ғой қыз баланың. Барған жерде жақсы келін атанып, қуанышын сыйласын әрбір қадамың. Қасқағым өмір сырғып барасың, боташың бізге әлі баласың. Мінекей көзді ашып жұмғанша, ұяңнан құстай ұшып барасың. Тербетіп ауылыңның даласын, құдағып екі үйдің арасын. Ойпырмай әніміне дегенше, қалқатай ұзатылып барасың. Апа деп жан жарыңның анасын, ата деп жан жарыңның әкесін. Оларды өзіңдей көрейткені, өзіңде сондай ана боласың. Ақ ұлпа тазадайын арыңды, сыйлаған сүйіп қосқан жарыңды. Тастай бұт судай сіңіп еліңе, алдыңнан тәңір ашсын бағыңды. Тербетіп ауылыңның даласын, құдағып екі үйдің арасын. Ойпырмай әніміне дегенше, қалқатай ұзатылып барасың. Апа деп жан жарыңның анасын, ата деп жан жарыңның әкесін. Оларды өзіңдей көрейткені, өзіңде сондай ана боласың.
мектеп ауылыңның даласы, құдағы бек үйдің арасы. Ойпырмай әніміне дегенше, қалқадай ұзатылып барасың. Апа деп жан жарыңның анасын, ата деп жан жарыңның әкесін. Оларды өзіңдей көрейткені, өзіңде сондай ана боласың. Оларды өзіңдей көрейткені, өзіңде сондай ана боласың.